Ұзатылған қызға берілетін дүние-мүлік жасау деп аталады. Халқымыз қыздың жасауына зор көңіл бөліп, жасауды 6 жастан жинаса да, 7 жастан жинаса да жетеді деген. Небір жақсы жиһаздар, кілем, текемет, ыдыс-аяқ, төсек-орын, киім-кешек, әсем де әшекейлі бұйымдар қыздарға берілетін болған. Қызға жасау беру ата-ана бойындағы борыш. Сол себепті де қалынсыз қыз болса да кәдесіз қыз болмайды деген қазақ қыз баласын жасаусыз ұзатпаған. Бүгін сіздерге атадан балаға жалғасқан ұлы дәстүр қыздың жасауын қалай берілетін назарларыңызға ұсынамыз. Қазақ мәпелеп өсірген қызын жасаусыз ұзатпаған. Әу бастан кигіз үйде өмір сүрген ата-бабаларымыз ұлын үйлендіргенде енші беріп бөлек шығарған. Сөйтіп, кигіз үйде жан отбасының шырағы жағылған. Ақ отау үлкен үйдің оң жағына тігілген. Отауға келіннің күйеуінен жасы үлкен адамдар шақырусыз кірмеген. Отауды оңаша үй деп те атаған. Ұзатылған қыз жаңа қоныстарына өзіне керек жарақ, тұрмысқа қажетті заттарын ала келген. Ұлдың ата-анасының міндеті енші беру болса, қыздың ата-анасының міндеті жасауын әперу болған. Сол себепті де қыз баласын жасаусыз ұзатпаған. Бүгінде бұл дәстүр атадан балаға беріліп, сақталып келеді. Тұрмыс салттың өзгеріп, дамуына орай жасау мөлшері де, мазмұны да үнемі өзгеріп отырады. Бірақ заман өзгеріп жатса да, қыз жасауының түгел болуы талап етіледі. Қыз жасауын әр облыста өзінше жасайды. Батыс пен солтүстік Қазақстаннан оңтүстік пен шығыс Қазақстанның салты әр басқа. Сол секілді орталық Қазақстандағы салт та бір бөлек. Ұлтымызға жалын, ұрпағымызға тәлім беретін дәл осындай дәстүрлер сақталып көбейе берсін.